Ассалаумалейкум. Міне біреулер егер осы размердің берген размері егер соған сенсек, бұл размерге 70-80 жаңадан шыққан балапандар сияқты екен. Бұл енді ауылдағы бар материалмен жасадық. Біреуі бар, біреуі жоқ. Біреуін сатып аласың, біреуін сұрап аласың деген сияқты. Енді жасап көрейік, егер ойдағыдай жасап жақсы шығып жатса, иншалла қаладан барып алуға тұрарлықтай бір нәтиже көрсетсек аламыз дедік. Енді алдағы уақытта бұл жерде аз-маз кемшіліктері бар. Бұлай основасы, яғни негізі дұрыс, яғни кішкене бір өзгешіліктермен. Бұл негізі астында бұлай суырма болу керек қой, суырма. Астында ана саңғырығын қиын алатын. Бірақ менде деген саңғырығы мен астындағы торы бір болып кетті. Бір. Яғни материалдың жетпеуіне және кішкене есептің аздап былай кетіп қалуына байланысты бір болып кетті. Бірақ проблема емес бұл. Қазір ішінен көрсетейін. Ешқандай не жоқ. Іші мынандай. Бірден астына деген баннер ма, қағаз ба, опилка ма бірден төсеп тастайсың. Бірақ суырма ол алынбайды. Бұл жаңа айтқандай сетка. Яғни тормен астына тұратын. Едендегі торымен поддон бір болып кетті. Алынып салынбалы емес. Бір кемшілігі. Бірақ бұл алынбайды емес, алынады. Ана болттармен бекітілген ғой. Сол болттарды ағыту арқылы, яғни балапандар өсті, енді керек емес болса, оны ағытып, тазалап, қайтадан бекітіп тастауға болады. Еш проблем жоқ. Яғни түгел алынады, бұл едені түгел алынады. Профильмен бе, профиль еспе, сонымен істелген профиль. Негізі жарларының бәрі де сол алынбалы жиналмалы болу керек. Шуруптың жетпеуіне байланысты ауылда бітіп қалған дүкендерде. Сондықтан жай самараспен бекітіп тастадық шуруппен. Алдағы уақытта да бұл болттарды, кейбір болттар стандартқа сай емес, стандартқа сай қылып, бәрін бірдей қылып болттармен ауыстырып тастаған. Және мына шегелерді де сол болттармен, орысша айтқанда полукруглый болт дейді, соны алып, ананы кішкене дрелмен тесіп жіберіп, қайтадан жиналмалы брудер болу керек те. Сезон, яғни науқан бітті, науқан біткеннен кейін аласында шуруптарды, болттарды бұрап-бұрап, шешіп, ағытып, текшелеп жинап қоясың. Ешқандай орын алмайтындай дәрежеде. Бір жеңіл сондай бір кемшіліктері бар. Алдағы уақытта мына осы жарға не тұрады? Непельный поелка тұрады. 3 дәрежеде төмен, орта жоғары алып салып көтеретіндей. Яғни непельный поелкенде түр-түрі бар енді. 3 түрге бөлінеді, шама мен білетінім. Мынау жем салатын ыдысы онда, сырттан саласың. Ішінен әлі салған жоқ, бұл жерде тағы да қосымша ыдысы тұрады. Әйнегі арек стекло болу керек. Бұл арек стекло, бірақ әйнек түр емес те. Осымен қалдыруға болады, немесе ыңғай болады, арек стекло, немесе карбонатқа ауыстырып тастауға болады. Бұл да мәселе емес. Жеңіл сондай нелер бар. Инфра қызыл лампы, немесе ең жақсысы керамикалық лампы тұру керек. Бұл жерде жарық үшін және жылу үшін. Бірақ енді керамикалық лампы накаливание дейді ол. Лампы накаливание дейді, кәдімгі үйде тұрған Кеңес одағының лампыларынан советский. Жақсы, негізі тым жарық болса құстарға зиян. Бұл енді сол лампыға қарағанда тым жарық емес. Бірақ жылу береді. Бұдан да жақсы керамикалық лампы. Жылту элементін айта берсең, қыздыру элементін айта берсең көп.
жылтатын шнурлар бар, инфра қызыл пленкалар бар, айта берсең көп, ондай да жақсы олар. Бірақ инфра қызылда жаман емес. Тағы да қайталап айтамыз, инфра керамикалық лампа тұрған одан да жақсы. Жалпы түнде құс демалады, анау жарық бермейді, тек жылу береді да. Ал бұл аз-мыз қызарып, мынандай жарық бермегенде бір қызарып тұрады. Бірақ ламп мана айтқандай кеңестік лампымен салыстырғанда әлде қайта жақсы. Үстінде су құятын болады. Яғни бұл жерде жемі, суы, жарығы, жылуы бәрі адамға да, яғни құсқа да ыңғайлы да. Салдың, кеттің кешке дейін. Болмаса әйтеуір ішіне жемін салып, төгіп жүрмейді. Бұл жем салатындар бір жақсы ыңғайлы сыртында тұрады. Бір жақсы. Бұнда қазір терморегулятор тұр. Бұның ішіндегі климатты, яғни іштің жылуын жайлы температурын қамтамасыз етіп тұрады да. Қандай температура бересің, соны мысалы қанша, егер жаңылмасам, басында құстарға қанша керек? 37 керек па, 35 нөлге қоясың ба, сосын жайлап 34, 33, 32, 30 деп түсе бересің ба 25-ке дейін. Сөйтіп түсіріп, сырттағы температурамен бір келікке келтіріп алып, сосын барып шығарасың. Енді бұл құстардың сол сипатын, яғни жаратылған, селекция қылған, бір себеп қылған сипатын сақтау үшін брудер жақсы да. Жаңа құстың өзінің бауырына басады, ал біздер оны инкубатордан шығарғаннан кейін бізде брудер болған жақсы. Болмаса енді картонда жарай береді ғой. Бірақ жалпы өзіңе де ыңғайлы, құсқа да ыңғайлы, жақсы да. Енді тоқты бір коробкаға жинаған жоқпын. Бұл жерде тек қана терморегулятор тұр. Алдағы уақытта демер қою мүмкінбіз, немесе солай қалу мүмкін. Та осындай брудерді бірін үстінен бірін қалап қояды, параллелін жалғау үшін мен жерге тағыдан розетка қосатын, вилка тағатын дәтеді, сондайын қойға болады. Яғни бұл бірін үстінен бірін қойылады. Биіктігі 49, мына ішіне кіретін глубинасы 60, бізде бір кішкене кішірек біткен сияқты 10 сантиметрге. Жалпақтығы бір где-то метр немесе, яғни 100 сантиметр немесе 95 сантиметр шамамен. Енді лобзик, электрический құралдардың ештеңе болған жоқ, енді бұрын соны жасап көрмегесін, енді алда уақыт аламыз. Арамен бәрі, отверкамен, байырғы сол қысқашпен жасадық. Алхамдулилlah, былай жаман емес. Димер негізінде, мен қателеспесем, димер бұл бір бөлме тым салқын болса, тым ыссы болса ғана керек та, ол сол сенің қыздырғыш элементінің ватын азайтып күшейтуге. Негізі оған, мен қателеспесем, оған көп жүгінілмейді. Ең бастысы бұл терморегулятор калибровать етілген болса, және сен берген температураны ұстап тұрса, бөлмең орташа деңгейде температура болса, димердің ешқандай қажет жоқ. Бірақ енді артықшылық етпейді деп салып қойса да болады. Бірақ параллельный нәрсенде оны алдағы уақытта салуға болады, ол проблема емес. Тоқтан бір хабары бар, хабарың болса, немесе хабары бар бір жігітке айтасың, сен бір коробка жинап береді. Яғни мынауыңды қояды, деміріңді қояды, параллельный тағы да осыны инкубатор алсаң, үстіне қоясың. Оның бір жақсы, бірін үстіне бірін текшелеп қоя бересің да. Сосын манағыда жиналмалы қылып қойсаң, тіптен керемет болады. Керегін соқты жинап тастайсың, орын алмайды. Басқа қандай артықшылық, кемшіліктер бар. Негізі айттық, мынау суырма болу керек. Сосын кормушкасы, яғни жем салатын сауыты тағы да кішкене басқаша болу керек та. Негізінде. Енді несін тағы ашатын несі ыңғайлы, орын алмайды. Жоғарға көтермейсін, немесе төменге түсірмейсін, немесе бүйтіп ашпайсың да. Орын алмайды, жылжиды, сырлады, етеді. Басқа не?
басқа болған сияқты. Жанында сандық сияқты екі жанында ұстайтын болады. Анда-мында тасуға осы тұрған күйінде. Бір жақсы енді қысқа ыңғайлы. Саңғырағы қияны төменге түседі. Қиын жемейді. Бұл бір сетка, бұл сетка үлкендеу сосын. Оның алдағы уақытта сеткісін ауыстырып тастауға, ауыстырмаса бетіне кәдімгі пластмасс сеткалар болмай ма? Соны сатып алып, 4-3-те осының көлемінде бетіне лақтырып тастай қоясың болды. Астында бұл салмақ, астында онсыз да салмағы беріп. Негізі кете берсең, бұған таймерді қойып қоюға болады. Уақытымен свет жанап, уақытымен свет өшетін қылып. Оны мынағанда бөлек мына жерге сатып қоюға болады, немесе онандай розеткеге жалғайтын түрде бар Алиэкспрессте. Жалпы сол енді. Бұл брудерлер қатысты оған нәрселердің барлығын айттым деп ойлаймын. Ең бастысы бұл жылы қымталған отверстие, жаңа айналасына тағы да мына домалақ тесік тұр, мынандай. Осының айналасына жасап шығамын. Жанына екі жаны 2-2-ден артына 3. Алдында 2-ге тұрған сізді. Температура қыздырып тұрады уақытымен ше. Қорада керамикалық лампым бар, құстарға тұрған, соны алып салып көрім. Температураны қалай ұстайды екен. Сосын мүмкіндік болса, терморегуляторы калибровка жасап көреміз. Басқа осы енді. Фанер 10 мм фанер. Басқа айтар ештеңе жоқ деп ойлаймын.